Мектеп қабырғаларында соңғы қоңыраудың үні естілмеді. Бұл жағдай көптеген бітіруші түлектердің үнжырғасын түсірген мәлім. Дегенмен қалауын тапсан қар жауар дегендей номер 52-ші мектеп лицейінің оқушылары 11 жыл бойы білім нәрмен сусындатқан мұғалімдеріне алғысын онлайн түрде жеткізуді жөн көріпті. Алдағы бейнематериалдан көрейік. Мен ең алдымен Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлына алғыс білдіремін. Осындай төтенше жағдай кезінде білім нәрін алуға және де өз ұямыздан жас түлек ретінде ұшуымызға мүмкіндік беріп отырғаныңызға рахмет. Біз Қазақстан Республикасының болашақ жастары әлі талай белестерді бағындырып, көк туымызды көкке желбіретеміз. Міне биыл 2020 жылдың түлектері мектеп табалдырығын тамамдап, жаңа өмір баспалдақтарын басқалы отырмыз. Осы сәтті пайдалана отыра, ұстаздар ұжымына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Себебі атаға асқақтаған ғалым да, дана да, тіпті ел басқарып отырған басшының өзі де ұстаздан тәлім алған. Сондықтан да осындай алтын ұстаздарымыздың барына үлкен рахметімді айтып бас игім келеді. Құрметті ұстаздар, сіздерге дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға ырыс пен береке, жұмыстарыңыздың жемісті болуын тілейміз. Оқушылар қолдарына гүл алып, үлкен мерекеге ұласатын мектеп қабырғасының алды бүгінде тым-тырыс. 2020 жылдың түлектеріне сыныптастармен соңғы қоңырау биін билеп, мұғалімдермен еріксіз қоштасу өкінішке орай бұйырмады. Жыл сайын дәстүрге айналған көліктермен серуендеу, банкет ұйымдастыру сынды дүниелердің орнына бітіруші түлектерге үйден шықпай, бетперде кию талаптары күшейтілген. Осы мақсатта номері 52-ші мектеп лицейінің мақтаныштары, яғни алтын белгі иегерлері жүректен шыққан сөздерін білім басшыларына қашықтықтан жеткізді. Мен номері 52-ші мектеп лицейінің 11-ші А сынып оқушысы алтын белгі төс белгісінің иегері боламын. Номері 52-ші мектеп лицейінің дамуына, өркендеуіне, көркеуіне өзіндік үлесін қосқан мектеп басшысы, ұлағатты ұстаз дара тұлға Айнұр Жарылқасынқызына өз алғысымды білдіремін. Ата-ананың аял алақанымен жүрегіне шексіз мейірім мен кіршіксіз көңіліне тең келер ештеңе жоқ. Сондықтан да аялы аналарымыз бен ардақты әкелеріміз аман болсын. Бірінші кезекте бізге 11 жыл бойы білім мен тәрбие беріп, үлкен өмірге жетелеген аяулы ұстаздарымызға бас иіп рахметімді айтамын. Ең алғаш мектеп табалдырығын басқаннан қолымызға қағаз бен қалам ұстатып, әліпбиді үйреткен алғашқы ұстазымызға мың алғыс. 36 жылдық тарихы бар номері 52-ші мектеп лицейінен 122 оқушы түлеп шықты. Балалық шақтарының соңғы көктемі осылай өткені өкінішті әрине. Алайда әр қайғының артынан үлкен қуаныш келерін естен шығармайық. Ең бастысы карантин талаптарын сақтап, қатерлі вирустың алдын алған абзал. Құрметті Қазақстан Республикасының ұстаздары, сіздерді 2020 оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Біз мектеп бітіруші түлектердің атынан еліміздің Қазақстан Республикасының білім министрі Аймағамбетов Асхат Қанатұлына сапалы білім бергені үшін және білім беру саласында жоғарғы деңгейдегі жүйелі жұмыстары үшін өз алғысымызды білдіреміз. Жыл сайын соңғы қоңырау дәстүрлі түрде мектеп қабырғасында соғылып, үлкен іс-шара болып өткізілетін. Ал биылғы жылы төтенше жағдайға байланысты барлық жұмыстар онлайн жүйесінде қашықтықтан жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлы және Шымкент қаласы білім басқармасының басшысы бас педагогымыз Жанат Арысбекқызына номер 52-ші мектеп лицейінің ұжымының атынан алғысымыз шексіз. Сіздер елімізде жарияланған төтенше жағдай кезеңінде дер кезінде ұстаздарға қол ұшын беріп, дұрыс бағытта әдістемелік көмек көрсеттіңіздер. Сол себептен біз сын сағатты еңсеріп, міне оқу жылын сәтті аяқтап отырмыз. Әйгерім Орынбасар, Нұрғиса Алтынбай, Айғақ қоғамдық телеарнасы.